Қазіргі кезде біздің қанағатымыз кетіп, жылауық болғанбыз. Бір нәрсе болса жылай кетеміз. Кілең жылауыққа айналып кетіп бара жатырмыз. Кілең біреудің малын, біреудің жақсылығын көреміз да, менде жоқ, менде жоқ, менде жоққа кетеміз. Құдай содан сақтасын. Құдай басқаны алса да пейілімді алма деген халықпыз. Пейіліңді, Құдай пейіліңді алмасын. Қанағатшыл болыңыз. Және сіздің қолыңыздан ешкім тартпайды. Біліңіз, қоғам, сіз қандайсыз? Сіздің қоршаған ортаңыз сондай. Сіз қандайсыз? Қоршаған ортаңыз сондай. Қоғамды түзеткіңіз келе ма? Бірінші орында өзіңізді түзетіңіз. Бірінші орында өзіңізді түзетпей, сіз жұрттың басынан түзетем деп ойламаңыз. Мен ананы түзетем, сен неғып отырсың? Ананы айтпайсың ба? Шындық айтпайсың ба дейді. Айналайын-ау, шындықты өзің ұстан бірінші. Шындықты өзің айт, және сол жолмен жүріп көр. Содан кейін жұртқа айтасың, өзің ұстан, жанұяңа ұста. Сосын көрейік. Өйткені көргенмін мен, қазақ деп сөйлейді, үйінде орысша сөйлейді, қатыны жалаңпұт. Басына сәждеге қоймаған, артын жумаған, өмірінде құман ұстамаған, жаназаға өлсе ғана баратын адам. Қатты айтты демеңіздер. Бірақ сондай жігіттеріміз жүреді. Әйелдер жүреді. Өзінің ерінің қадірін білмейді. Өзінің бала шағасына дұрыс тәрбие бермейді. Отырып алып, еркегіне дікеңдеп айқайлайды. Баласын жаңадегі одан жоғары қойып қояды. Өзін бөлек санайды. Осындай әйелдер де бар. Қоғамымыз, бауырлар, сізбенен бізбіз, еркекпенен әйел. Біреулер айтады, неге әйелдерге айта бересің, неге еркектерге айтпайсың? Еркектерге қашан айтпадым, айтыңызшы, менің көп уағызым еркектерге арналған. Бірақ әйелдерді де түзетпесек болмайды. Өйткені білесіз ба, әйел бұл қоғамның ұстыны. Егер әйел бұзылса, қоғам бұзылады. Бүтін қоғам бұзылады. Өйткені жаннат әкенің табанының астында демеген, жаннат ананың табанының астында деген. Сол үшін ана бұл әйел деген сөз. Әйел түзелсе, қоғам түзеледі. Әйел өзінің орнын білсе, қоғам түзеледі. Сахабалардың әйелінің сөздері: біз өзіміздің қожайындарымызға, күйеуімізге тура пайғамбардың алдында тұрғандай, патшаның алдында тұрғандай тұратынбыз дейді. Сондай құрмет қылады. Бірақ соның құрметін білетін еркек те болу керек. Екі жақта да. Сіз ойламаңыз, кейбір еркектер бар шынымен ақ. Әйелдері босаңсып, отағасы басқа десе, анау шалбарын бәрі босап кетеді, былшиып. Ой, мен қатырдым, мен отағасы болып кетіппін дейді да, білмеймін енді, лағып, мыжылып, езіліп кетеді. Олай емес. Сізді көтерген сайын бекем боласыз. Неге? Өзіңіз ойлаңызшы. Сізді қазір көпшілік болып, ура деп жоғары лақтырайықшы. Былшиып жатасыз ба? Жоқ. Сіз ұшқан сайын жиналасыз, дұрыс па? Дұрыс қылайыншы деп. Сол дұрыс болады. Сол үшін сізді көтерген сайын жиналыңыз. Егер көтерген сайын былшисаңыз, қағатын адам болмай қалса, жерге табанан болып жабыласыз. Сол үшін айтатыным, құрметті жігіттер қауымы, қадіріңізді білетін әйел болса, қадіріңізді жоғалтпаңыз. Қадірлі болыңыз, сізде оны сыйлаңыз. Сізде оның көңіліне қараңыз. Сізде оның арманына қараңыз. Не армандайсың? Не нәрсеңді іздейсің? Не қызметіңді жасайын? Орныменен. Ол сіздің қызметіңіз. Сіз оның қызметін жасасаңыз, қандай керемет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан әйеліне қол көтерген емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабағын түйгеннің өзі жететін болған. Көп адамдар кейде тілін, қабағын өткізе алмағасын қол көтереді. Қоғамымыз сол үшін бұзылып жатыр. Еркегіміз ез, әйеліміз еркек шора болып бара жатыр. Балаларымыз далаға қарап өсіп жатыр. Бұл сіздің біздің қоғамымыздың бұзылуы. Неге осыны айтып кетті, лағып кетті демеңіз. Бүгінгі тақырыбымызға мұсылманның тұлғасына саяды. Себебі егер сіз әрбір жеке жаратылған Құдайдың пендесі, егер сіз өзіңізді түзетпесеңіз, жеке басыңызды, және жанұяңыз түзетпесеңіз, мына қоғам түзелмейді, мына халық түзелмейді. Алла тағала осылай ғып жаратқан әрбір нәрсені. Сондықтан жақсылар, бүгіннен бастап болсын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін ұмытпасақ екен. Мән истауа яумаху фахуа мағбун деген. Кімде кімнің екі күні бірдей болса, ол кісі ұтылады дейді. Кешегі күнің менен бүгінгі күнің бірдей болатын болса, сен ұтылдың. Сондықтан кешегі күніңнен
бүгін артық амал жасау керек. Бүгінгі күннен ертең тағы да асыру керек. Күніге қосу керек, күніге қосу керек. Егер сіз қашан тоқтасаңыз, сол күні сіз бұзыласыз.